أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النقاية مختصر الوقاية أفعال الحج қажылық амалдары. Өткен дәрісте ихрам кию мәселесі жайында сөз еттік. Ихрам кигеннен кейін ихрам киген кісіге рұқсат етілетін және рұқсат етілмейтін іс-әрекеттер жайында сөз қозғадық. Бүгін енді сол қажылық амалдарына бастаймыз. Яғни ихрам кигеннен кейін, Меккеге кіргеннен кейін әрі қарай қажылық іс-әрекеттері, амалдары жайында сөз ететін боламыз. Соның ішінде тауафыл құдум дейді. Құдум тауафы төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Ихрам кигеннен соң Меккеге жол тартады. Меккеге кіретін кезде мүмкін болса жуынып, болмаса дәрет алып Мекке қаласына кіреді. Ал енді Мекке қаласына кіргеннен кейін заттарын сенімді жерге қойып, бәдәә бил мәсҗиди, мешіт харамнан бастайды. Тіке мешіт харамға барады. Мекке кіргеннен соң Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге келгенде бірінші дәрет алып Байтулланы тауаф етумен бастайтын еді деп жаңағыдай Айша анамыз айтқан екен. Мешітке бабу сәлемнен кіру мұстахаб. Вахина раал бейта, мешітке кірген кезде Байтулланы көрісімен, яғни Қағбаны көрісімен каббара, тәкбір келтіреді. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп үш рет тәкбір келтіреді. Вахаллала, одан соң ла илаха иллаллах деп кәлима таухидті айтады үш рет. Неде халлала деген сол, ла илаха иллаллах деген сөз. Вада'a, ла илаха иллаллах айтқаннан кейін дұға етеді. Байтулланы көрісімен дұға ету мұстахаб. Пайғамбарымыз ондай кезде Аллахумма зид хазал бейта ташрифан ва ta'зиман ва такриман ва бирран ва махаббатан деп дұға ететін екен. Сумма стақбалал хажара, одан соң Хажарул Асвадқа қарап, Қағбаның Хажарул Асвад тұрған бұрышына қарап, ва каббара, Аллаху акбар, ва халлала, ла илаха иллаллах дейді. Ва рафа едейхи кассалати, және екі қолын намаздағыдай көтеріп, ва сталамаху, қара тасқа екі қолын тигізеді. Сол Хажарул Асвадқа екі қолын тигізеді алақан. Және екі қол ортасынан мүмкін болса тасты сүйеді. Ин қадара ғойра муъзин ли ахадин, егер күші жетіп жатса, мүмкін болып жатса, ғойра муъзин ли ахадин, ешкімге зиян тигізбейтіндей екі қолын тигізе алып жатса, онда екі қолын қара тасқа тигізеді. Екі қолын қара тасқа тигізіп алақанын, сөйтіп оны сүйеді. Ва илля, о мүмкін болмай жатса, мысалы адам қажылық уақытында адам көп болады, ондай кезде қара тасқа қолын тигізе алмауы мүмкін. Ондай кезде не істейді? Ямассу шей'ан фи ядихи, қолындағы бір затты қара тасқа тигізіп, вақаббалаху, сол нәрсені сүйеді. Мысалы қолында ағаш болса, сол ағашын жаңағы Хажарул Асвадқа тигізіп, соны сүйеді мысалы. Ва ин аджаза, оған да күші жетпесе, оны да жасай алмаса, истақбалаху, ондай кезде не істейді? Қара тасқа қарап тұрып, қолын көтеріп алақан жағын оған қаратып, ва каббара, Аллаху акбар дейді, тәкбір келтіреді, ва халлала, ла илаха иллаллах деп айтады, ва хамидаллах, содан кейін Алла тағалаға мақтау айтады, алхамдулиллахи раббил аламин деген сияқты. Ва салла аля наби саллаллаху алейхи ва саллям, және пайғамбарымызға салауат айтады да, ва тауафа, сосын тауаф етеді. Яғни Қағбаны айналады. Қандай тауаф? Тауаф ал-құдуми, құдум тауафын орындайды. Мұны тауафу тахия, яғни сәлем беру тауафы деп те атайды, тауаф лиқа деп те атайды, яғни кездесу тауафы дейтін мағынада. Ва юсанну хаза, бұл тауафты орындау сүннет кімдерге? Лил афақи, Мекке қаласында тұрмайтын сырттан келген қажыларға сүннет бұны орындау. Ахизан ан яминихи, ол тауаф құдымды орындайтын кісі оң жағынан бастап, хи замирі сол жаңағыдай
тауаф жасаушы кісі кетіп жатыр. Мимма елил бәбә, қағбаның есігіне жақын жерден, вара әл-хатими, хатимнің сыртынан бастайды. Хатим қоршауының сыртқы жағынан, яғни хатим қоршауының ішкі жағынан өтпейді, сыртқы жағынан айналып өтеді тауаф жасаған кісі. Хатим дегеніміз сол Исмаил пайғамбардың қоршауы. Хатим мен қағбаның арасында Исмаил пайғамбар мен оның анасы Хаджар анамыз көмілген екен. Сабата ашватин, 7 шаут жасайды, яғни 7 рет айналады. Ва ермулу фи саласил уали, тауаф барысында алғашқы 3 айналымды 7 шаутын 3 шаутын рәмәл жүрісімен жүріп орындайды. Яғни майда қадаммен тездетіп, екі иығын аздап сілкілеп жүріп, жаңағыдай айналымды 3 шаутын солай орындайды тауафтың. Қалған 4-еуін байсалдылықпен жүріп жүзеге асырады. Муттабиан, қандай күйде орындайды? Үстіндегі орағышын оң қолтығының астынан сол иығының үстінен келетіндей етіп ораған күйі орындайды тауафта. Осылай тауафын жасайды екен. Бір айналымда 1 шаут дейді. Ва куллама марра бил хаджари, әр айналымда Хаджар әл-Асвад бұрышына келген кезде фа'аля ма зукира, жоғарыда айтылып өткендей сәлем береді. Қолын көтеріп Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп айтып, жаңағыдай мүмкін болса қолын тигізеді, мүмкін болмаса алыстан 2 қолын көтереді, алақанын қарата соған. Одан соң 2-ші айналымға бастайды. Осылайша 7 рет жаңағыдай қағбаны айналады. Әр айналымда әр жаңағыдай Хаджар әл-Асвад бұрышына келген кезде жаңағыдай сәлем береді екен. Уастиламур рукнил ямани, рукнил яманиға қол тигізу, яғни сипап соған сәлем беру, хасанун, жақсы амал. Мұндай кезде ол рукнил яманиді сүймей, тек қолын тигізеді егер мүмкін болса оған. Рукнил ямани дегеніміз не? Қағба тастың 4 бұрышын рукн дейміз. Біреуі Хаджар әл-Асвад тұрған бұрыш, одан соң рукнул ямани, Йемен тарапындағы бұрыш, сосын рукну шами, Шам жақтағы, яғни Сирия тарапындағы бұрыш, одан соң рукнул ирақи, Ирак мемлекеті тарапына қарап тұрған бұрыш. Міне осындай 4 бұрышы бар. Ал енді Йемен тарапындағы бұрышқа әлгіндей сәлем беру хасан әрекет екен, яғни ұнамды әрекет екен. Хаджар әл-Асвад бұрышына сәлем бергені сияқты, Йемен тарапындағы бұрышқа әлгіндей сәлем беру хасан әрекет екен. Ва хатамат тауафа бистиламил хаджари, тауафты Хаджар әл-Асвадқа сәлем беруімен аяқтайды. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Хаджар әл-Асвадқа айналып жеткенде қарсы тұрып Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп сәлем береді. Мүмкін болса қолын тигізеді, оған мүмкін болмаса 2 алақанын көтеріп ла иляха иллаллах, Аллаху акбар деп осындай дұғаларды айтып аяқтайды екен тауафта. Сумма, кейін тауаф 7 рет айналып болғаннан кейін сумма солла шафан, 2 рәкағат намаз оқиды. Егер мәкрух уақытқа сай келіп қалмаса, тауафтан кейін 2 рәкағат намаз оқиды. Яғни 7 рет айналғаннан кейін 2 рәкағат намаз оқиды. Еджибу ба'да кулли тауафин, бұл намазды оқу тауаф еткен сайын оқу уәжіп. Нәпіл тауаф болсын, парыз тауаф болсын, тауафтан кейін 2 рәкағат намаз оқу уәжіп екен. Қай жерде оқиды бұны 2 рәкағат намазда? Айндал мақами, мақамы Ибрахим деген жерде оқиды. Мақам Ибрахим деп, Ибрахим пайғамбардың аяғының ізі бар тас тұрған жерді айтады. Бұл жаңа қағба тастың жақын жерде орналасқан. Бұл жерде намаз оқу Құран кәрімде айтылған бұйрық. Ваттахазу мин мақами Ибрахима мусалла дейді Бақара сүресінде 125 аятында. Міне тауаф жасап болғаннан кейін осы мақам Ибрахимға келіп, Қағбаға қарап тұрып 2 рәкағат намаз оқиды екен. Ау ғойрихи минел масджиди, немесе мақам Ибрахимді оқу мүмкін болмай жатса, мешіттің басқа бір жерінде, ыңғайлы жерінде оқыса болады. Бірінші рәкағатында Кафирун сүресі Фатихадан кейін, содан кейін екінші рәкағатында Фатихадан кейін Ихлас сүресін оқиды. Намаздан соң Аллаға тілек білдіріп дұға етеді.
ары қарай оқимыз. Сумма ада, намазын оқып болғаннан кейін Хаджар Асуадқа қайта барып, васталамал хаджара, соған сәлем береді. Мүмкін болса қолын тигізеді, оған мүмкін болмаса алыстан екі қолын алақанын қаратып көтеріп сәлем береді. Осылайша құдым тауафын тәмамдаған болады. Оны тәмамдап болғаннан соң мешіттен шығып Сафуаға шығады. Сафуаға көтеріледі. Ары қарай Сафуа мен Марва арасы жүгіру жайында сөз ететін болады. Оны келесі дәрісте оқимыз. Вальхамдулиллахи раббил алемин.